Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы азық-түліктерде көмірсудың, нәрауыздың, майлардың болуын зерттеу. Зертханалық жұмысымыз бастамас бұрын техникалық қауіпсіздікті сақтайық. Бүгінгі зертханалық жұмыста керек құрал-жабдықтар мен реагенттердің қатары. Күнделікті тағам құрамынан көмірсуларды анықтау үшін бізге мына азық-түліктер қажет. Картоп крахмалы, картоп, күріш дәнектері. 5% йодта алатын болсақ, сапалық реакция дұрыс жүрмейді. Сондықтан йод ерітіндісін дайындаймыз. Бірінші, оған бізге дистилденген су қажет. 2 мл дистилденген су. Кейін йодтың 5% ерітіндісін аламыз. 2 мл. Одан кейін йодтың бірнеше тамшысын картоп крахмалына тамызамыз. Бірнеше секунд өткеннен кейін картоп крахмалының түсі қою көк түске боялады. Йод ерітіндісін картопқа тамызамыз. Келесі күріш дәнектеріне йодтың бірнеше тамшысын тамызып шығамыз. Күріш дәнектерінің түсі қою көк түске боялады. Одан кейін дәл осылай нан кесегіне бірнеше тамшы тамызып шығамыз. Нан кесегінің де түсі қою көк түске боялады. Бұл арқылы біз осы азық-түліктердің құрамында көмірсудың бар екенін дәлелдейміз. Заттың құрамында нәрөздің бар болуын анықтау үшін бізге ет тілімі, сүзбе, тәтті сүзбе, піскен жұмыртқа керек. Еттің құрамында нәрөздің бар болуын анықтау үшін сутегі асқан тотығын еттің үстіне құямыз. Бірнеше секундтан кейін еттің үстінде көпіршіктер пайда болғанын көреміз. Яғни бұл дегеніміз еттің құрамында нәрөздің бар екенін дәлелдедік. Ал енді біз сүзбені көреміз. Оған біз йод ерітіндісін тамызамыз. Бұл еш қоспасыз сүзбе. Яғни бұл зерттеуде біз сүзбенің ішінде ешқандай көмірсу жоқ екенін дәлелдейміз. Ал тәтті сүзбеге келетін болсақ, оның ішінде көмірсу бар, себебі оның түсі қою көкке айналды. Ал енді піскен жұмыртқаға бірнеше тамшы йод ерітіндісін тамызатын болсақ, ол өз түсін сақтап қалады. Жұмыртқада ақуыздың бар екенін дәлелдеу үшін пробиркаға бірнеше тамшы жұмыртқа ақуызын тамызамыз. Үстіне бірнеше тамшы натрий гидрооксидінің ерітіндісін, оған мыс сульфатын тамызамыз. Алғашында көк түсті реакция, бірнеше секундтан кейін сия көк түсті тұнба түзілді. Күн бағысының дәннің құрамында майдың болуын дәлелдеу үшін бізге фильтр қағазы, күн бағыс дәндері керек. Күн бағыс дәндерін фильтр қағазына қойып, қағазды бүктейміз. Қағаздың үстінен сыртынан үйкелейміз.
балалар, сабақты қорытындылай келе, мына берілген суреттерді 3 категорияға жіктеңдер. Майлар, көмірсулар, нәруыздар. Бүгінгі зертханалық жұмысымызды қорытындылай келе, картоп крахмалында, картопта, күріш дәнектерінде, нан кесегінде көмірсулардың бәрін дәлелдедік. етте нәруыздың бар екенін дәлелдедік, сүзбеде нәруыздың бар екенін дәлелдедік және тәтті сүзбеде көмірсудың бар екенін дәлелдедік. шикі жұмыртқада ақуыз бар екендігін, күнбағыс дәнегінде май бар екендігін дәлелдедік.